Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен сіздерге бүгін өте қолжетімді бағыт дайындалатын әрі ешқандай да өлшемді қажет етпейтін, весиді қажет етпейтін торттың рецептін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Және де бұл жерде айта кететін жайт, оригинал рецепт бойынша бұл жерде бір кесе қант салу керек. Бірақ мен сіздерге бір кесе қантты кеңес бермеймін. Тек қана осы бір кесенің жартысын ғана, яғни жарты кесе ғана салсаңыздар жеткілікті. Өйткені тым қатты тәтті болып кетеді. Енді осы қантымыз салғаннан кейін жақсылап тұрып массамызды араластырамыз. Егер сіздерде қолдарыңызда миксер болса, миксермен араластырсаңыздар болады. Енді бізге осылай бір кесе айранның үстіне бір шай қасық ас содасын саламыз. Бізде дәл осындай реакция болуға керек. Реакция болған кезде ғана біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Міндетті түрде бөлек осылай араластыруымыз қажет. Мен дәл осылай көпіршіп реакция беру керек. Осын реакция бергеннен кейін жұмыртқалы массаның үстіне саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше аздап араластыруымыз қажет. Араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырып, енді бізге осының үстіне дәл бір кесе ұн керек болады. Ол ұнның үстіне біз 2 ас қасық какаоны саламыз. Егер сізде какао болмаса, сіздер ақ қожық дайындасаңыздар болады. Бұл жерде менде корждар шоколадный, сондықтан да 2 ас қасық какаоны салып, осылай ситодан өткіземіз. Бірден барлығын өткізбейміз, жай-жайлап осылай ситодан өткізе отырып, пенчикпен араластырамыз. Яғни бұл жерде массамыз бірден түсіп кетпеуі қажет. Осылай мінекей араластырып болғаннан кейін формамызға құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 40-50 минуттай пісіріп аласыздар. Піскен алдында міндетті түрде шпажкамен тексеріп алыңыздар, зубочисткамен немесе шпажкамен тексеріп алыңыздар. Міне дәл осылай пісіп шықты. Осы жерде енді корждарыңызды 3-ке бөліп, шәл бір шетін тағы да қалдыру керек болады крошка жасау үшін. Енді бізге кремге вареный сгущенка қажет болады. Вареный сгущенканың барлығын қолдану қажеті жоқ. Тек қана 80%-ын қолдансаңыздар болады. Және де үстіне осылай кез келген 20%-дық қаймақтың 300 граммын алып, бірге араластырамыз. Мен дәл креміміз дайын осымен. Енді тортымызды жинаймыз. Сіздер осындай қалсаңыздар, кальцо қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар да болады жалпы. Маған өзіме кальцо ыңғайлы болғандықтан кейін осылай кальцо саламын. Корждарымыздың барын осылай салып, және де ескеретін бұл жерде корждарға ешқандай да пропитканың қажеті жоқ. Корждың өзі өте жұмсақ, нәзік болып келген. Осылай кремімізді соны жағып, шет-шетін барын жағып шығамыз. Және де бұл жерде қалған бір крошканы бөліп алған крошкамыздан блендер арқылы езіп аламыз. Және осылай шет жақтардан кейін барын сеуіп шығамыз. Қаласаңыздар бетіне тағы да грецкий орех сепсеңіздер болады қалауынша. Енді ол әрлеу өз неңізге, ыңғайыңызға қарай. Осылай міне тортымыз дайын. Холодильникке 4-5 сағатқа қоюды ұмытпаңыздар. Кескеннің өзінде өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде мен айтқан рецептпен дайындап көрсеңіздер, сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.